Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте шоколадты және ауызда еритін торт дайындайтын боламыз. Ең бастысы әрқайсыңыздың асханаларыңызда бар заттардан жасалынады және алғаш жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Сонымен бізге қажет заттар бұл ұн, айран, қант, сұйық май, тұз, шым тұз, какао, 2 жұмыртқа, сары май және қопсытқыш қажет. Сонымен ыдысымызды алдымен алып дайындап аламыз. Соның үстіне алдымен ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Ұнды толықтай елеп аламыз. Сонда қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Ұнның барлығын елеп болған соң, қалған құрғақ заттарымыздың барлығын саламыз. Алдымен какаоны саламыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Шым тұз саламыз және разрыхлителді саламыз. Осы құрғақ заттарымыздың барлығын бір келкі болғанша венчикпен араластырып аламыз. Осылай құрғақ заттарымызды араластырып болған соң, енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Айранды құямыз. Барлық сұйық заттарымызды осы үстіне құйып араластыратын боламыз. Сосын үстіне сұйық майды құямыз және жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршіктер болмау керек. Көріп тұрғандарыңыздай қамырын жасау өте оңай. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және пісіріп алатын боламыз. Негізінде қамырды көп араластырудың қажеті жоқ. Барлық заттарымыз бір келкі, бір қалыпты массаға енген соң, формамызды алып пісіріп ала берсек болады. Міне, дайын болып қалды. Дәл осындай сұйықтау қамыр дайын болу керек. Ал енді формамызды дайындап аламыз. Форманың диаметрі менде 26 см. Ішіне жай ғана пергамент қағазын салдым және ішіне құйып аламыз. Толықтай салып болған соң, бетін кішкене тегістеп жібереміз және 160 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минут пісіріп аламыз. Торттың қамыры корж дайын болды. Беті бір келкі тегіс болып шығады және осы қамырымыздың піскенін зубочисткамен тексеріп аламыз. Толық құрғақ болып шығу керек. Сәл суыған соң формадан аламыз және алып болған соң решеткада суытатын боламыз. Корж өте жұмсақ, кішкене абайлап аламыз, сынып кетуі мүмкін. Толықтай суып шығу үшін осылай қойып қоямыз. Ал енді бетіне шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Ганашты мен осылай сары маймен және шоколадтан біріктіріп жасайтын боламын. Осыны микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламын. Шоколад пен сары майымыз біріккен соң, кішкене суытып аламыз. Сонда ганаш кішкене қоюланады және торттың бетіне жаға берсек болады. Торттың беті бір келкі тегіс болу үшін 2 бөліп құйып аламын. Алдымен бірінші бөлігін жақсылап жағып шығып, сосын үстінен қалған бөлігін құятын боламын. Торт оңай әрі жылдам дайын болады және өте дәмді болып шығады. Шоколадты қатты сүйетін адамдарға арналған торт десе де болады. Ганашты бетіне толықтай жағып болған соң 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сонымен тортымыз дайын. Өте дәмді, өте тәтті болып шыққан торт. Коржы өте влажны болып шығады. Сонымен қатар өте жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай оңай кесіліп жатыр және өте жұмсақ болып шыққан. Бұл тортқа ешқандай кремнің қажеті жоқ. Дәл осылай барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Тәттіні жақсы көретін жандар ғашық болатын торт десе де болады. Видеом сіздерге ұнаған болса және пайдалы болған болса,
каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеоларымды алғашқы болып сіздер көретін боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.